арналарының көрермендері, сіздермен әдеттегідей съезд Валия. Өздеріңізге белгілі 13 сәуір күні мектеп парламент мүшелерін тағайындау мақсатында сайлау болып өтті. Сайлау барысы үміткерлердің бағдарламалары Facebook парақшасына жарияланып, сонымен қатар мектебімізде ашық түрде сайлау өткізілді. Нәтижесінде Facebook желісіндегі лүпілдер саны мен сайлаудағы дауыс саны қоса есептелініп, Жаймаханова Асылзат 25 дауыс басымдылығымен, Айзакова Дильна 26 дауыс, Бекмұратова Дина 29 дауыс, Нағашыбаева Айгүл 35 дауыс, Жалғасбаев Еркебұлан 37 дауыс, Махамбетжанова Мариям 42 дауыс, Мухрадинова Зарина 54 дауыс және 76 дауыс басымдылығымен мектеп парламентінің көшбасшысы болып 8-ші А сынып оқушысы Нағашыбай Назар тағайындалды. Мектебіміздің ғылыми жұмыстарының жылдық жоспарына сәйкес эстетикалық пән бірлестігінің 12 және 16 сәуір аралығында біз еңбекті, өнерді сүйетін мәңгілік ел жастарымыз тақырыбында апталықтың ашылуы болып өтті. 12 сәуір күні мәңгілік ел идеясы ұрпаққа ұлағат тақырыбында Жетесова Гүлшара апайдың ұйымдастыруымен апталықтың таныстырылымы өтті. Мақсаты мәңгілік ел идеясы туралы танымдық маңызы бар мәлімет беру, ақпараттандыру және жоспармен таныстыру. Мақсаты электротехникалық арматуралардың және тұрмыстық құралдардың қарапайым жөндеу жұмыстарын жүргізу болатын. Пән мұғалімі Тұрмаханов Ұлықбек ағай. Мақсаты оқушыларға бейнелеу өнерінің қыр-сырын жан-жақты үйрету, олардың дүниетанымын, эстетикалық талғамын кеңейту, сурет салу дағдысын, логикалық ойлау, еске түсіру, елестету және шығармашылығын арттыру. Сайыстың нәтижесінде бірінші орынмен 1-ші Б сынып оқушылары, 2-ші орынмен 5-ші А сынып оқушылары, 3-ші орынмен 5-ші В сынып оқушылары марапатталды. Ұйымдастырушы технология пәнінің мұғалімі Қасымов Нұртуған ағай. Мақсаты қазақ халқының қолөнер үлгілерімен таныстыра отырып, халық өнерін қастерлеуге, үлгі тұтуға үйрету, ұлттық өнерді келешек ұрпаққа насихаттау болатын. Осы орайда ұйымдастырылған кешімізге арнайы қонақтар шақырылды. Ардагер ұстаз Бекмұратова Құңқияш апай, технология пән мұғалімі Төлегенова Жаңагүл апай, мектеп дефектологы Шынтаева Калида апай. Мектеп оқушылары мен қонақтарды жұптастыра отырып, киіз басып, акварельмен сурет салып, сондай-ақ құрақ көрпе құрап көпшілік назарына ұсынды. Апталықты қорытындылау мақсатында ұлттық өнерді дәріптеу бүгінгі ұрпаққа міндет, келешекке аманат тақырыбында сыр сұхбат кеші өткізілді. Мақсаты қазақ халқының қолөнер үлгілерімен таныстыра отырып, халық өнерін қастерлеуге, үлгі тұтуға үйрету, ұлттық өнерді келешек ұрпаққа насихаттау болады. Бағдарламаға қолөнер шебері, кәсіпкер Айгүл Медетова қатысып, оқушыларды өз туындыларымен таныстыра отырып, сол жерде бірнеше құрақ көрпе үлгілерін құрауды үйретті. Сонымен бірге көркем еңбек пән мұғалімі Тұрмаханов Ұлықбек ағай өзінің мүсін мен макет жасаудың ерекшеліктерімен таныстыра отырып, оқушылармен бірге киелі қара шаңырақ тақырыбында макетін жасап шықты. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітапханаға кітап сыйла акциясы номері 85-ші орта мектеп кітапханасында ұйымдастырылды. Кітапхана қорына 30 дана кітап қосылды. Акция әлі де жалғасын табады. Біз әрдайым оқырмандарымыздың рухани байлығын дамытуға, оқу мәдениетін жақсартып, кітап оқуға шақырамыз. Апта жаңалықтары осымен тамам. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.